Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сабақта қызықты өткізудің тағы да бір әдісімен танысатын боламыз. Бұл Word Wall бағдарламасында жүзеге асырылады. Алдында сіздерге сопоставить ойынын көрсеткен болатынмын. Ендігі ойынның аты Погоня в лабиринте деп аталады. Погоня в лабиринте ойынын басқаннан кейін бұл жерде дайын шаблондар шығады, яғни сіздер секілді мұғалімдер өздерінің сабақтарына дайындаған ойындар. Бұл жерде әртүрлі тақырыпта жасалған ойындар бар. Егер сіздің сабағыңызға қажетті материалды осы жерден тапсаңыздар, сабақта осыларды өздеріңіз жасамай-ақ пайдалана берсеңіздер болады. Бұл бастауыш сынып оқушыларына өте қызықты ойын. Енді осылардың ішінен біреусін таңдап ойнап көрейік. Мысалға, сіздің сабағыңызға қайсы сай келеді, соны ашып көресіздер. Бұл жерден жануарлар әлемін таңдап көрейік, барлығымызға қызықты болар. Ал ашып көреміз. Міне осылай шығады. Енді начать батырмасын басамыз. Ойынымыз осылай басталады. Яғни төмен жақта сұрақ шығады. Бірінші сұрағымыз ең биік жануар. Енді 4 суреттің ішінен біз биік жануарды табуымыз қажет. Ортада робот тұрды. Роботты стрелкалардың көмегімен жылжытамыз, яғни оңға, солға, артқа немесе алға. Міне дұрыс жауабын таптық. Енді екінші сұраққа көшеміз. Екінші сұрағымыз бізде жануарлар патшасы. Енді жануарлар патшасының 4 суреттің ішінен біреусін табуымыз қажет. Роботымызды қимылдатқан кезімізде дұрыс жауапқа баратқанда бізде кедергілер шығады, яғни жасыл әр жерде жүріп жүрген роботтарды көріп тұрсыздар, солардан біз қашып дұрыс жауабына баруымыз қажет. Яғни сіздер салынып қалсаңыздар, сіздердің өмірлеріңіз, яғни жүрекшелеріңіз азаяды. Бұл ойын бастауыш сыныптарға әсіресе өте қызықты болады, себебі бұл ойын ретінде және де ойын арқылы бала сұраққа жауап табады. Келесі сұрағымыз біздің бауыр мен жорғалаушы. Мұны тез таптық. Енді тағы да келесі сұрағымызды қарастырайық. Келесі сұрақ бізде адамға ұқсайтын жануар. Бұл жерде кішкене сұрағымыз, ойынымыз қиындай түседі, себебі қызыл роботтар артымыздан аңдып жүреді. Бұл роботқа тез талып қалуымыз мүмкін, және тез талған сайын ойынымыздың жүрекшесі азая бастайды. Байқасаңыздар, төбе жақта бір ғана жүрекшеміз қалды. Осы роботтардан қашып, дұрыс жауабын анықтауымыз қажет. Яғни адамға ұқсайтын жануар, ол бізде маймыл. Соған барып таңдауымыз қажет. Әр сұрақ барған сайын қиындай түседі, яғни роботтардың саны көбейе бастайды, және де тез жүретін роботтар пайда бола бастайды. Бұл ойын оқушыға өте қызықты, әсіресе бастауыш оқушысына өте қызықты болады деген ойдамын. Осылай сабақта өздеріңізге келетін тақырыпты ойын ретінде пайдалансаңыздар болады, дайын материалдарды. Егер сіздің тақырыбыңызға келетін ойын болмаса, өздеріңіз құрастырсаңыздар болады. Ол үшін Погоня в лабиринте батырмасын басып, дайын шаблондар шығады. Дайын шаблондар шыққаннан кейін, ол жерде өзіңізге керек материалды таппасаңыздар, төмен қарай түсесіздерде создать с помощью этого шаблона деген батырманы басамыз. Міне ашылды, енді өзіміздің ойынымызды құрастыратын боламыз. Заголовок занятия. Бұл жерге өзіңіздің тақырыбыңызды жазасыз. Мысалға алатын болсақ, әріптер. Бірінші сұрақ бізде дауысты дыбыстарды табу, анықтау. Өздеріңізге қандай тақырып келеді, соны жазсаңыздар болады. Мысалы, ответыға біріншісін дұрыс қылып, қалғандарын қате қыласыз. Бұл ойын мысал ретінде жасалған. Сіздер өздеріңіздің сабақтарыңызға керекті материалдарды алып жасасаңыздар болады. Және де келесі сұрақты қосу үшін добавить вопрос деп басасыздар. Мұны құрастырдық. Енді выполнено батырмасын басамыз, одан кейін начать деп шығады.
Шыққаннан кейін төменгі жағымызда біздің жаңағы жазған сұрағымыз шығады. Дауысты дыбыстарды табуымен бірақ сұрақ қана құрастырдым. Енді стрелкалардың көмегімен дұрыс жауабын іздеп тауып барамыз. Осы секілді ойын құрастырсаңыздар болады. Достар, егер де менің каналым сіздерге ұнап жатса және де қызықты болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де алда көптеген қызықты ойындар шығатын болады.